Таудағы жаңғырық. Таудағы жаңғырық. Таудағы. Бірде әкесі мен баласы тауға саяхаттауға шығады. Әкесінің соңында келе жатқан баласы абайсызда аяғын тасқа ұрып алады да, қалай айқайлап жібергенін байқамай қалады. Артынша қайталанған дыбысты естіп, таң қалады. Бала айналасына қарап, «Кімсің?» деп сұрайды. Жауабы да сондай. «Кімсің?» Мұндай жауапқа ашуланған бала қайтадан айқайға басады. «Қорқақ!» Ал оған артынша жауап естіледі. «Қорқақ!» Бала әкесіне қарайды да, «Бұл не өзі?» деп сұрайды. Әкесі күледі де былай дейді. «Мені мұқият тыңда». Сосын тауға бұрылып, бар даусымен айқайлайды. «Мен сені құрметтеймін». Жауап та көп күттірмейді. «Мен сені құрметтеймін». Сен ең күштісің. Сен ең күштісің. Бала таңданысын жасыра алмайды. Содан кейін әкесі оған былай деп түсіндіреді. Бұл құбылысты жаңғырық деп атайды. Жаңғырық деп атайды. Бірақ шын мәнінде оны өмір дейміз. Ол сен не сөйлеп, не істесең, сол әрекетіңді сол күйінде өзіңе қайтарады. Бұл әңгіменің түйіні, өзің көтере алмайтын сөзді өзгеге айтпа. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.